Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін жетілдірілген бәсеке нарығындағы фирманың іс-әрекеттерін қарастыратын боламыз. Біз ұзақ мерзімдегі фирманың іс-әрекетін қарастыратын боламыз. Егер де фирманың өнімді сатудан түскен жиынтық табысы сол өнімді өндіруге кеткен жиынтық шығындарынан аз болған жағдайда, ұзақ мерзімде фирма нарықтан шығу стратегиясын жүзеге асырады. Себебі фирманың алған табысы сол өнімді өндіруге кеткен шығындарын өтемейді және де фирма пайда таппайды. Ал егер де фирманың тауарды сатудан түскен жиынтық табысы сол өнімдерді өндіруге кеткен жиынтық шығындарынан көп болған жағдайда, фирма пайда алады және фирма өзінің осы нарықтағы бизнесін жүргізе береді. Бұл нарықтағы пайда осы нарыққа жаңа фирмалардың да кіруіне себепші болады. Енді аталған теорияны графиктің негізінде де түсіндіріп өтейік. Алдарыңыздағы графикте біз X өсінен тауар көлемін белгілейміз, ал Y өсінен фирма шығындарын белгілейміз. Алдарыңызда фирманың шекті шығындары қисық сызығы берілген MC, және осы MC қисық сызығы фирманың ұзақ мерзімдегі ұсыныс қисық сызығы да болып табылады. Көк түсті қисық сызық ол фирманың орташа жалпы шығындары, ағылшын тіліндегі average total cost сөзінің бас әріптерімен ATC деп белгілейміз. Егер де нарықтағы тауар бағасы осы фирманың орташа жалпы шығындар деңгейінен жоғары аралықта орналасатын болса, фирма өз бизнесін жалғастырады және сол өнімді өндіруге кеткен шығындарын толығымен өтейді, пайда алады және осы пайда нарыққа жаңа фирмалардың кіруіне себепші болады. Ал егер де тауар бағасы осы фирманың орташа жалпы шығындар деңгейінен төмен, мына 0-ден жоғары және күлгін түсті қисық сызық аралығында орналайтын болса, фирма ұзақ мерзімде нарықтан шығу стратегиясын жүзеге асырады. Себебі нарықтық баға фирманың осы өнімді өндіруге кеткен орташа жалпы шығындарын өтеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан ұзақ мерзімде шығындармен бизнесті жүзеге асыру фирма үшін тиімсіз. Мысал үшін, тауар бағасы P1 деңгейде болса, фирма нарықтан шыққаны дұрыс. Себебі баға P1 фирманың орташа жалпы шығындары деңгейінен әлдеқайда төмен. Ал егер де баға мына P1 деңгейінде және орташа жалпы шығындар деңгейінен жоғары деңгейде орнаған жағдайда, фирма өзінің жұмысын жүзеге асырады және де нарыққа жаңа фирмалар келуі мүмкін. Себебі тауар бағасы фирманың орташа жалпы шығындарын өтейді және де сонымен қатар пайда алуға мүмкіндік береді.